Құрметті достарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пекин капустасынан кимчи салатын жасаймыз. Мен ел ұқсап су құйып отырмаймын, сразу осылай бөліп түбірін алып жіберемін де, керек мөлшерімде кесіп, оның үстіне тұзын саламын. Алған ащы кобрам бар, соны сала қоямын. Өйстіп 4 күнге 3 күнге бұқтырып қоямын, былайша айтқанда. Кейін үстін қолыммен бастырамын. Ешқандай да ауыр затпен бастырып күн күтіп отырмаймын. Сөлімен, капустаның өзінің суымен, жаңағы салған өзімнің кобрамның суымен бәрі бататындай қылып қоямын. Сөйтіп 3 күнге, 2 күнге кейде осылай қойып қоямын да, алып жей береміз. Жарты сағаттан кейін алып жей берсеңіз де болады. Шама келгенше хотя бы бір күн қойғаныңыз жақсы. Содан кейін жесеңіз тәбетіңізді ашады. Арада 2 күн өтті. Енді біз кимчиімізді алып, немізге салып, ыдысымызға салып, палау пісірдік бүгін. Сонымен жеуге жұмыстанып жатырық. Каналым ұнаса лайк басып, қоңырау шағына басып, тіркеліп кетіңіздер.